Баршаңызға сәлем. Өткен сабақтарды қарап тапсырманы орындап жүрген болсаңыз, екінші кезеңге өтемін, келесі кезеңге өтемін. Бұдан кейінгі кезең біздің негізгі просмотр жинауымыз. Сіздер білесіздер, кез келген видео YouTube-қа салынғаннан кейін алғашқы 12 сағаттың ішінде алғашқы просмотрларды жинау арқылы өзінің кілттік сөздері бойынша ұқсас видеолардың қатарына, немесе топқа, главный страницаға шыға бастайды. Видеоның алгоритмі сондай. Ендеше, сол страницаға, топқа, похожий видеоға шығу үшін бізге не істеу керек? Бұны мен сіздерге қарапайым эстафета ретінде түсіндірейін. Эстафета дегенімізді білесіздер. Бір жерден алып, бірнеше команданың арқасында жасалатын жұмыс, Мысалға бір ойыншы болады, ол ойыншы жүгіріп барып, екінші ойыншыға береді деген сияқты, кезекпен кезек. Дәл сондай схема бойынша мен сіздерге осы эстафетаның түсінігі бойынша көрсетемін. Мысалға мынаны қараңыздар. Көріп отырсыздар. Ең бірінші, бұл кішкентай смайлик. Бірінші смайлик, ол баратта мына жерге келеді. И және соңғы нәтиже мына жердегі ең үлкен смайликке келеді. Бұл жерде видео топқа шығады, похожий видеоға шығады, нәтижесінде рекомендованный видеоға шығады. Ең соңғы нәтижесі осы. Көріп отырсыздар ғой. Енді ең бірінші смайликті қарап отырсаңыздар, бұл жерде CTR деп жазып қойдым. CTR дегеніміз не? Ең бірінші біздің алғашқы просмотрымыз көбею үшін біздің CTR-мыз жоғары болу керек. CTR дегеніміз ол біздің баннеріміздің, яғни обложкамыздың, снапшотымыздың, жаңағы барлығы бір атау, снапшотымыздың дизайнның әдемі болуы, яғни тартымды болуы, көрерменге көрінген кезде оны іліп алып кету керек. Ол жерде тек қана дизайн емес, ол сол обложкада жазылған текстта мықты болу керек. Түсінікті ғой? Ендеше, осы CTR-ға барлығы байланысты. Ол видеоны ешкім қарамай тұрып, ең бірінші ол бетіндегі обложка тартып алып келу керек адамдарды. Яғни, осы CTR біздің стартты бастайды. Яғни, CTR неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жаңағы видеоның просмотры көбірек болады. Сондықтан да дизайнға, бетіндегі обложкаға баса назар аудару керек. Ендеше, бұл CTR стартты бастады, яғни CTR жақсы болса, бізге уже адам кіреді, видеоны қарайды. Видеоны қарағаннан кейін бұл стартқа жету үшін, яғни видео топқа шығу үшін, ұсынылған видеолар қатарына, ұқсас видеолар қатарына шығу үшін арасында мына смайлик жүр. Көрдіңіздер ме? Мына жерге жету үшін, жақсы бір үлкен күлген смайликке жету үшін удержание аудитории деген нәрсе бар. Яғни удержание аудитории дегеніміз біздің видеомыздың қаралым ұзақтығының көрсеткіші. Яғни біздің видеомыз неғұрлым ұзақ қаралса, соғұрлым жақсы болады. Яғни жақсы болады деген сөзіміз нәтижесінде жаңағы ұқсас видеолар қатарына топқа шығады. Енді бұл жерде нені ескеру керек? CTR әдемі болу үшін түсінікті. Дизайн әдемі болу керек, яғни CTR жоғары болу үшін. Екінші қатар, видео топқа ұсынылған видеолар, похожий видеолар, тағы басқа жерлерге өзімен өзі тарап, өзімен өзі бізді танымайтын адамдарға көріну үшін удержание аудитория мықты болу керек. Ал удержание аудиторияды мен сізге өткен сабақта сценарий көрсеттім. Яғни сценарий мықты болса, сіз адамды ұстап қалсаңыз, көрерменіңізді соңына дейін қарата алсаңыз, онда сіздің видеоңыз бір жерді тесіп шығады десек те болады. Енді қараңыз, CTR, яғни CTR деп мен қазірден бастап түсіндіріп отырмын, өйткені алдағы сабақта творческий студияның ішінде аналитиканы зерттеген кезде CTR деген ұғыммен танысамыз. Ол жерде жаңағыдай CTR дегеніміз біздің видеоны көрген адамдар санына, біздің видеоны көрген адамдардың біздің видеоны
қалай айтсақ болады, біздің видеоны қараған адамдар мен көрген адамдардың қатынасы. Мысалға, бүйтіп жазайын, мен сіздерге көрсетейін. Яғни CTR-ды кейбіреулеріңіз білуі мүмкінсіздер таргетингта. Егер таргетинг жасап жүрген болсаңыздар, показы бар и просмотр бар. Показ бар, клик бар. Сол сияқты бұл жерде мен сіздерге клик деп түсіндірейін. Клик дегеніміз ол біздің видеомызды басқан сан. Яғни мен YouTube-қа кірсем, маған бірнеше видео тұрады. Мен ішінен аламда барлығын кезекпен кезек басып қарамаймын ғой, мен ұнағанын басам да. Сол бір басқаным ол бір клик. Ал жаңағы видеолар, басылмай қалған видеолар, олар маған көрсетілді. Ол көрсетілім саны. Показ деп жазып қойын. Показ ғой енді. Көрдіңіздер ме? Яғни кликтің показға қатынасы. Мысалға алып қарайық. CTR-ды. Менің видеомды 100 адам қарады. 100 просмотр. Ал ол 100 просмотр болғанға дейін ол 1000 адамға көрінді. Дейікші мысалға. Мінекей. 100 бөлінген 1000. Яғни 100 адам менің видеомды қарады, ал 1000 адам просто көрді, қарамай өтіп кеткендері 900. Яғни осы 1000 рет көрсетілді, 1000-ның 900 зая кетті десек болады, ал 100 адамы қарады. Дәл солай. Осының статистикасын біз процентпен есептейміз. Бұның проценті 10%. Неге? Өйткені бұны біздер 100-ге көбейтеміз. 100%-ға. Тең болады 10%. Мінекей, формула осы. Кликті показға бөлеміз, оны шыққан мәнін 100%-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде 10% шығады. Бұл 10% деген CTR үшін өте жақсы нәтиже. CTR қандай болу керек? CTR-дың көрсеткіші 5% пен 7% арасында болса, ол нормально деген сөз. 5-ке дейінгі процент болатын болса, онда сразу сізге дизайнды ауыстыру керек. Обложканың дизайнын өзгерту керек. Тақырыпты өзгерту керек. Ендеше мен сіздерге тағы да жазып көрсетейін. 5 пен 7% нормально. Ал 7%-дан жоғары болса, онда ол супер деген сөз ғой. Ең жоғарысына жазып қойдым. 5 пен 7% нормально, а 7%-дан жоғары супер. Оны мен сіздерге аналитикадан ертең кейін көрсететін боламын. Ендеше, осы CTR-ды жақсы болу үшін, дизайн әдемі болу үшін бізге ең басты ескеретін шарттар бар. Мысалға, біз білетін дизайндарда эмоциялар көрсетіледі. Текстсіз. Текст болмайды, просто эмоция. Ол эмоцияда тек қана қарапайым эмоция емес, ол жерде шокирующий, немесе жаңағыдай таңғалған, күлген, жылаған, тағы басқа эмоциялар болу керек. Және де ол сол аудиторияға более танымал болу керек, сол адамның түрі. И соның эмоциясын көрсету арқылы просто так тұнық қылтып соның качественный фотосын қоятын болсақ, онда успех гарантирован деп айтсақ болады. Екінші, ең көп жіберетін қателік текст жазған кезде, мысалға, қазір бір қағазға жазайын. Мысалға, мынау жаңағы біздің видеоның обложкасы дейік, осы видеоның обложкасына суретті мына жаққа қойып, тексті мына жаққа жазып жатады. Бұлай қылып, мына жаққа жазып жатады. Ол қате. Неге? Өйткені біздің видеоларымыз YouTube-тағы похожий видеолар, жаңа рекомендованный видеолардың арасына шыққандықтан, мына жерде жаңа біздің видеомыздың уақыты көрсетіліп тұрады. Яғни бұл жерде 7 минут 15 секунд деген сияқты, 07:15 деген сияқты уақыт көрсетіліп тұрады. Вот сол значок біздің основной текстімізді үстіне жауып тастайды. Сондықтан сондай қателік жібермеу үшін барынша тексті мына жақ бетке жазу керек. Түсінікті ғой? Мына жақта жабатын ештеңе жоқ. Суретті мына жағына қою керек. Енді, ал егер суретте дизайнда ыңғайы мүлдем келмей жатса, тексті мына жаққа жазу керек болса, онда барынша ортасынан жоғары жазу керек. Түсінікті ғой? Мына жерден жоғары болады. Осы аймақта жазылса, сіздің текстіңіз оқылады.
Енді дизайнның да неше түрі бар. Ең негізгі шарт осы. Басқа артық ақпараттарды алып тастасаңыз болады. Главный текст жоғары болу керек, немесе оң жағында болу керек, немесе сол жағында болса жоғары болу керек. Ал басқа да амалдары бар. Текст жазған кезде жаңағыдай шок контент ретінде сұрақ қою арқылы, тағы басқа основной фразаларды жазу арқылы, бір тақырыпты сипаттайтын бір сөз арқылы жазсақ болады. Енді тақырыпқа қатысты текстті мен сіздерге шаблонын беремін үй тапсырмасына. Сол жерден қарап кез келген тақырыпты жаза аласыздар. Мысалға, егер онда деген сияқты шартты түрдегі сөйлем болатын болса, тақырыпты сөйтіп жазсаңыз болады. Егер адамдардан телефонды алып тартып алатын болса, онда не болады? Мысалға, егер карантин 3 айға созылатын болса, не болады? Деген сияқты сұрақ қою арқылы шартты райдағы сөйлемдер жақсы өтеді. Және де қалай, қандай деген сұрақпен басталатын сөйлемдер жақсы өтеді. Және де основной тақырыптың негізгі сипатын білдіретін бір сөз болса, мысалға, не деп айтсақ болады? Мысалға, ол мені алдап кетті. Неге деген сияқты, мысалға, просто текст жазып қоятын болса, тоже өтеді. Ендеше сондай шарттармен жазылған, сондай топ деп жазылатын, топ 10, топ 5 деген сияқты, тағы да басқа мен сіздерге жинап қойған основной тақырыптың формасын беремін, шаблонын. Сол шаблонға қарап сізде жасай аласыздар. Соған қарап жазыңыздар деп те ұсынамын. Енді келесі фактор, ең негізгі фактор тақырыпты жазған кезде, яғни мына дизайнның бетіне жазғаннан бөлек, сіздер тақырыпқа текст жазасыздар. Сол тақырыптың текстін кілттік сөзді қолдану керексіздер. Оны алдағы уақытта мен сізге тағы да SEO оптимизация жасау кезінде көрсетем. Ал қазір видео салған кезде сіздер кілттік сөзді қолдану керексіздер. Мысалға, кілттік сөз онлайн курс деген кілттік сөз болатын болса, онлайн курс деген тақырыпта 2 рет қамтылу керек. Мысалға, видео тұрады, обложка қойылған, мысалға, обложкада андай сөз тұрады. 1000 просмотрға миллион теңге деген сияқты бір шок контент болады да. Бірақ ол шок контенттің негізі де болу керек, яғни бұл өтірік нәрсе болмау керек. Прикол болса да, әйтеуір осыған қатысты айтылған сөз деген сияқты болу керек. Яғни сіз көрерменді алдамау керексіз. Ал тақырыпқа келетін болсақ, онлайн курс, менің алғашқы онлайн курсым деп бір нүкте қоясыз, жанына тағы да жазасыз. Алғашқы онлайн курстың студенттері, немесе алғашқы онлайн курстың студенттерінің пікірі деген сияқты типі бір тақырып жазсақ болады. Бұл жерде көріп отырсаңыздар, онлайн курс деген сөз 2 рет қамтылды. Бұл онлайн курс деген сөз кілттік сөз арқылы біздер топқа шығуымызға болады. Егер біздің жаңағы дизайнымыз әдемі болса, бетіндегі обложка, екіншіден SEO оптимизация дұрыс болып, удержание аудитория жақсы ұсталса, онда онлайн курс деген сөз бойынша біздер орыстардың видеоларын қатарына да шыға аламыз. Түсінікті ғой? Сіздерде тап солай. Егер сізде кәсіптік канал болатын болса, өзіңіздің салаңызға қатысты бір тақырып болатын болса, мысалға, балық шаруашылығы, балық сату, немесе балық аулау болатын болса, балық аулау туралы 2 рет жазып жібересіз, сосын SEO оптимизацияны дұрыстап жасайсыз, қызықты бір видео саласыз. Және де сол балық аулауға қатысты сіздің видеоңыз YouTube-та қазақша іздеу бойынша бірінші орында неге тұрмасқа. Дәл солай сізде өзіңіздің салаңыздағы тексттарды, жаңағыдай кілттік сөздерді іздеп тауып алыңыз. Оны мен сізге алдыңғы сабақта айттым. Планировщик ключевых слов деген сияқты жерден алсаңыздар болады. Keyword Tool, IO, Яндекс WordStat деген сияқты VidIQ бар. Оны мен сіздерге алдағы уақытта қалай жасалынатынын, қай жерді басатыны, қалай кіретіні жөнінде көрсететін боламын. Әзірге айтып отқаным, сол жерден алып қарасаңыздар болады. Ендеше бүгінгі сабақ тәмам. Алдағы видеоларыңызға жақсы тақырыптар қойып, кілттік сөздермен жақсы дизайндағы обложкаларды қолданыңыздар. Мен сіздерге астына қалдырып кетем. Яғни дайын шаблондар беріледі. Фотошоптың несінде
қалай айтсақ болады, PSD форматтағы сіздерге дайын шаблондар беріледі. Тек ішіндегі суретімен жазуды ауыстырсаңыз болады. Тексттің жаңа шрифтін ауыстырасыз ба, өзіңіз білесіз. Немесе видеоның шапкысын білесіздер. Видеоның шапкысына да мен сіздерге астына қалдырып кетемін. Қалай қолдану керектігі инструкциясын және де готовый шаблондарды қойып кетемін Photoshopпен. Ал егер Photoshopпен жасай алмайым, телефонмен жасайым деушілерге сіздерге де әртүрлі телефондағы бар программаларды көрсетемін. Тіпті сіздер өздеріңізде білулеріңіз мүмкін. Негізгі шарттарын түсініп аласыздар төмендегі видеоны қарап. Ендеше барлықтарыңызға сәттілік.